Сәлем достар, Әссәлемі арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда жаңа жылға арнап 3 түрлі өте дәмді әрі әдемі салат түрлерін әзірледік. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Біз ең алдымен бірінші салатымыз, ол грибымен және асылған тауық етінен өте дәмді салат түрін бастаймыз. Оған қажетті заттар: сырымыз, асылған тауық еті және грибы. Мұнда тұздалған грибы, немесе сіздер консерві деген алсаңыздар да болады. Асылған сәбіз және картоп, 5 жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратып алдық және майонез қажет болады. Біз салатымызды мынандай формаға салып, дөңгелектеп, әсемдеп жасайтын боламыз. Егер сіздерде форма болмаса, майонездің шелегін кесіп алып, соны қойсаңыздар болады. Менде форманың диаметрі 20 сантиметр. Енді біз жабамыз. Ең астына картопымызды өткіземіз. Картопымызды өткізіп, майонез жағып алдық. Енді екінші слойға тауық етімізді ұсақтап тураймыз. Енді сырды өткіземіз. Сырдың екінші бөлігін салаттың шетін әсемдеу үшін қолданамыз. Мінекей, біз осындай әдемі салатымызды әзірлеп болды. Жаңа жылдық столыңыздың сәнін келтіреді, әрі өзі тоқ, әрі өте дәмді салат. Салаттың атын неженка деп атасақ болады. Енді екінші салатымызды жасауға кірісейік.
Ал енді екінші түрлі салатымызды жасауға көшейік. Бұл салаттың аты мужской каприз. Менің бір көрерменім бар, ылғи да комментарийға мужской каприз салатын жасап көрсетіңізші деп ылғи да жазып жатады. Сол көрерменімнің сұрауы бойынша осы үш түрлі салаттың біреуісіне осы салатты қостым. Мужской капризімізға қажетті заттар: бір болгар бұрышы, қызыл түстісін алдық, және жасыл пиязымыз, және укроп керек болады, фасоль консервадағы, жүгеріміз керек болады консервадағы, және корейский морковь керек, және асылған ет, асылған сиыр етін аламыз, және сұйық май керек болады заправкаға. Енді біз етіміз бен болгар бұрышымызды соломка етіп турап аламыз. Пиязды осылай өте ұсақтамай, кішкене орташа қылып тураймыз. Кішкене тұз сеуіп жібереміз. Қара бұрышты да қоссаңыздар болады. Және сұйық майды қыздырып алдым. Ыстықтай құйып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Сондай әдемі салат. Енді үшінші салатымызды жасауға көшейік. Үшінші түрлі салатымызды бастаймыз, яғни патшуба салаты. Патшубаны біз рулет тәріздес жасайтын боламыз. Асылған жұмыртқамыз, сәбіз, картоп және қызылшамызды үккіштен өткізіп алдық. Және біз селедкамызды екіге бөліп, бір бөлігін ұсақтап, төрт бұрыштап турап алдық. Арасына салғанға және ірілеу етіп, осындай 5 бөлігін біз бетіне әсемдікке қолданамыз. Және майонез қажет болады. Пищевой пленка керек болады, өйткені рулет жасауымыз керек. Пищевой пленкамызды осылай жайып алдық. Мінекей достар, біз бүгінгі жаңа жылдық столға арналған үш түрлі салатымызды дайындап болдық. Мына мужской каприз, сондай түрі дәмді көрінеді, аппетитно. Екінші өте үлкен, көп адамға жетеді. Патшуба салатымыз, селедка мен рулет тәріздес жасадық. Үшінші түрлі салатымыз өте әдемі, сондай түрі нәзік. Неженка салатымыз.
Енді қазір дәмін көрейік осы салаттардың. Мінекей, тарелкаларымызға салып қойдық. Осылай үлкен тарелкаға жасап, ортаға қойып, әрқайсысы осылай кесіп, салып жегенге өте әдемі салаттар. Ал енді достар, біз бүгінгі дайындаған салатымыздың дәмін көрейік. Мынау неженка салаты, түрі сондай әдемі. Дәмі қалай болды екен? Салат өте дәмді. Құрамында жаңа асылған тауық етіміз бар, грибы бар, тауық пен грибы. Өте дәмді әрі тоқ салат. Түрі де өте әдемі. Дәмі өте әдемі болып шықты, дәмді. Жасап көріңіздер. Екінші салатымыз патшуба. Патшубаны біз рулет тәріздес жасадық. Дәмін көрейік. Патшубаның дәмін барлығыңыз білетін шығарсыздар. Негізі патшубаны көп қыз-келіншектер мысалы селедканы тазалаудан ерініп, мысалға шпротпен жасап жатады. Негізі патшуба осындай свежий балық, яғни селедкадан жасаған, өте дәмді шығады. Дәмін көрейік. Дәмін өздеріңіз білесіздер. Жеп жүрген салат. Өте дәмді. Әрі тойымды салат. Үшінші салатымыз мужской каприз. Түрі сондай әдемі, яркий, красочный сондай. Дәмін көрейік. Дәмі сондай керемет. Фасоліміз, жаңағы жүгеріміз, түрлі түсті салаттың түрі, корейский сабызымыз бар, және болгар бұрышы, барлығы сондай үйлесіп тұр, дәмі бір-біріне. Түрі өте әдемі мужской каприз десек, мужской каприз екен. Анық ер азаматтар жейтін салат екен. Сондай пияздың дәмі бар екені. Өте дәмді әрі столымыздың сәнін келтіреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар, мен сіздерді жақсы көрем. Вау! Что?